Ел егемендік алғалы тәуелсіз мемлекеттің қалыптасуы мен дамуы үшін тер төккен отандастарымыз көп. Олардың қатарында мемлекеттің қауіпсіздігі жүктелген Ішкі істер министрлігінің қызметкерлері де бар. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай олардың еңбегі еленіп, марапатқа ие болды. Құрметті әріптестер, сіздерді Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. 30 жыл ішінде Қазақстан тұрақты, дамыған, халқы тату мемлекет ретінде қалыптасты. Әлем алдында беделі артты. Мемлекетіміз 50 дамыған елдің қатарына кірді. Түрлі халықаралық ұйымдарға мүше болды. Мықты мемлекет болуға ішкі істер органдарында қызметкерлерде үлкен үлесі қосты. Елімізде қоғамдық тәртіптің орнауы сіздердің еңбектеріңіздің жемісі. Мемлекет басшысы ішкі істер органдары қызметкерлеріне азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын жоғары деңгейде қорғауды тапсырды. Бұл тапсырманы біздің қызметкерлер абыроймен атқаратынына сенемін. Құрметті әріптестер, сіздерге және отбасыларыңызға зор денсаулық, тыныштық, береке тілеймін. Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен Ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаев 48 қызметкерге мемлекеттік награда табыстады. Батылдығы мен жанқиярлық ерлігі үшін 30 қызметкерге ерлігі үшін, қызметін өтеу барысында сіңірген еңбегі үшін 4 маманға жауынгерлік ерлігі үшін медаль табысталды. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Министр Ерлан Тұрғынбаев 5 қызметкерге 2-ші дәрежелі айбын орденін, 2 маманға құрмет орденін табыстады. Марапатқа ие болғандардың барлығы ішкі істер саласында тер төгіп, ел дамуына үлес қосқан әр аймақтың майталмандары. Бүгін еліміздің тәуелсіздігіне 30 жылдығына орай ішкі істер министрлігі қызметкерлері марапатталып жатыр. Мемлекет басшысының жарлығыменен енді 30 жылда біздің мемлекетіміз үлкен жетістіктерге жетті. Соның ішінде полиция қызметкерлері де үлестерін қосуда. Әрине, полиция қызметкерлері өте риза осындай еңбектері еленіп, бүгін марапатталып жатқанына. Ары қарай да мемлекетімізге, елімізге адал қызмет етеміз. Ұлттық ұлан ән-би ансамблінің басшысы ретінде осы салада біздің сарбаздарымыздың рухани деңгейін көтеру мақсатында жасап отырған еңбегіміз еленіп, бүгін құрмет орденіне ие болып отырмын. Шын жүректен қуаныштымын. Менің ғана емес, өзімнің бүкіл коллективімнің ұлттық ұлан ансамблінің орденін деп білем. Сондықтан барша ансамбльді, барша бүгінгі марапат алған әріптестерімді шын жүректен құттықтаймын. Егемен елдің елеулі мерекесі қарсаңында сала ардагерлеріне де құрмет көрсетілді. 3 ардагер құрмет орденін тақса, Қарағанды облыстық полиция департаментінің ардагері Жұман Нұрпейісов министр Ерлан Тұрғынбаевтың қолынан құрмет грамотасын алды. Генерал-майор Өмірзақ Болсамбековке парасат ордені табысталды. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Сондай-ақ 30-ға жуық ардагерге тәуелсіздікке 30 жыл мерейтойлық медалі табысталып, қызмет барысы кезінде қаза тапқан полицейдің жесіріне ерлігі үшін медалі берілді.